Приговор фильміне барудың басты себебін айта аласыздар? Басты себебі оқиға шын өмірде болған, на реальных событиях. Одан кейін жаңағыдай оқиғаның түпкі мақсаты, түпкі айтар сөзі. Ол дегеніміз милосердие, мейірімділік. Әр адам бір-бірімен мейірімді болу керек. Мейірім шапағат сөнген заманда кешірімді болыңдар деген мағына береді, түпкі мағынасы сол. Одан кейін Черный двордың командасы, Черный двордың актерлары түскен соң, сол окраста ғой. Егер де сіз тоймаған болсаңыз, келіп көрсеңіз болады деген сияқты. Бұл шынайы оқиға негізделіп түсірілген фильм, керемет актерлық құрам және үлкен эмоциялар. Сіз шыққанда үлкен эмоциялар сіздерде болады. Бірінші себеп ол өте қызықты оқиға, шынайы оқиғада негізделген кино. 2009 жыл ол Тоқмақ қаласында болған оқиғалардың бірі, сондықтан да өте қызықты оқиға деп ойлаймын. Өйткені ол актерский составы да мықты, режиссерлік жағынан да өте мықты, продюсерлер мықты. Сонымен қатар Иссык-Көлдің бойында түсірілген кино, ол бір нәзік эстетика береді деген үміттемін. Және де ең бастысы өте напряженный және де қызықты кинолардың бірі. Өте танымал история ғой негізі. Ненависть поражает ненависть дегендей, француздың ненависть киносын көрдіңіз бе? Иә, көрдім, ләхейін, ненавистті көргем, Кімнің образынан шабыт алдыңыз? Кім ғой? Убер. Анау афроамериканцы. Өте мықты сомдаған өзінің рөлін. Кішкене мен неме келеді. Бірақ сонда да күшті фильм. Бұл француздың ненависть киносын жалғасы емес па? Дұрыс айтасыз, ненависть киносына үлкен отсылкалар жасадық, референстар болды. Основасын ненависттан кейбір жерлерін алдық. Тур айттыңыз. Жаңа Диастан да, кімнен де, Рауаннан да ненависть фильм көрдің ба деп сұрадым. Сіз көрдіңіз бе? Ненависть фильм француздық. Ненависть. Ненависть, ненавистті көрдім, лақайын ғой ол. Ол негізі ненависть ең бірінші, ең басты референстардың бірі болатын негізі осы приговор киносына. Біз ол Рауан, Айбар, Диасаға үшеуміз сол бәріміз ненавистті көріп, бір өзінше бір қызықты болады, удовольствие деген сияқты алғанбыз негізі осындай. Сол негізгі басты референстердің бірі болған осы ненависть. Сіз қай кейіпкерден андай вдохновение дейді ғой? Шабыт қайсысы? Негізі осы менің приговор киносында осы Куба деген персонаж бар. Мен сомдайтын персонаждардың бірі ғой сол. Ол осы ненависть киносындағы Винсент Кассельдің ойнайтын персонажына өте қатты ұқсайды. Сіздің армандағы рөліңіз? Армандағы рөлім, білмеймін, бұйырғаны келесін, ойнай береміз ғой. Қандай жанр, допустим, не знаю. Наверное, ол исторический бір тарихи тұлғаны ойнағым келеді негізі. Тарихи тұлғалардың кім мысалға? Мысалға Бөкейхановты ойнағым келеді, Әлихан атамызды ойнағым келеді. Арманыңызға жетіңіз. Әмин. Көп рахмет. Әмин. Жаңа кімнен Рауаннан сұрағым, сіздің армандағыңыз рөл ол Әлихан Бөкейхан деп жауап берді. Сіз үшін кім? Мен үшін негізі бұл өте қызықты сұрақтардың бірі. Мен тіпті ойланбаппын негізі. Бірақ мен қандай да бір тұлғаны ойнайды деген арманым жоқ, ойнайтын негізі. Ең бастысы осы адамдардың санасын өзгертетін киноларға түссем екен, осы адамдар негізі осы мен рөліме қарап өзіне деген бір сабақ алатын рөлдер болса деген үміттемін. Сондай рөлдерді өзім сомдағым келеді. Мысалы, ол Мяу сериалындағы рөлім менің адамдар көбінесе осы Мяу сериалдағы мирасқа қарап, олар осындай жолға түспеуіне деген бір септік тигізеді негізі. Студия 71-7 студиясының көрермендерін приговор фильміне шақырамыз, келіңіздер, көріңіздер. Құрметті студия 71-7 приговор киносына келіңіздер, көріңіздер, біздің қазақтың киносын қолдап жіберіңіздер. Құрметті студия 71-7 көрермендері, сіздерді приговор атты фильміне киноға келуге шақырамын. Міндетті түрде көріңіздер.